бар ұлы Абай сөзінде атты әдеби сазды кешімізге қош келдіңіздер. Көтеріп, ұлы таудың гүлін шоқтап, өлең жыр шашу шашып салют атпақ, кефтірміз Абай ата ақын баба, соққай деп, жүрегін бір қалған тоқтап. Өсер ұрпақ келер дәурен туар тарих қауымына Абай ақын өзінің назды да мұңды сырлы сәлемін арнап кетті. Қазақ алмай, мен бейшара, сіздерге еркін серіп байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе, қаны қара, бір жанның жаны жара. Өзі өмір сүрген заман үшін Абай жұмбақ болды. Ал біз үшін Абай ұлы ақын, ұлы тұлға, дана ақын, дара тұлға. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жымыр кетсін айналасы. Мен жазбаймын өлеңді елмек үшін, жоқ барды ертегіні түймек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жазды мүлкі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді махаббат іздеп талпынар, үрсемдеп бейнет сусынын асау жүрек алқынар. Есіңде бар ма жас күнім? Көкірегін толық басын бос, қайғысыз ойсыз мас күнім. Кімді көрсен, бәрі дос. Махаббат қызық малмен бақ, көрінушіде дос құрдақ. Үміт жақын көңіл ақ, болар ма сонда қызық шақ. Құдай Ол жасқа жеткенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте мен інісін. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойын таза сақтайтұғын, күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілтектіктен, нәпсі шайтанын азғыруынан құтқаратұғын мен емес пе? Осы пайданы білетұғын мен. Менсіз ғылымды ұғып үйрен алмайды кесіңдер, зияннан қашып құтыла алмайды кесіңдер. Пайданы ұғып үйрен алмайды кесіңдер. Өзі күйеуің маған қалай таласасыңдар? Менсіз өдерің неге жарайсыңдар? Ұсақ төсекте, жылы үйде тамақ тоқ кісіге, төсегі жоқ кедейдің, тамағы аш киімсіздің хал жағдайын ойлатып, ұйқысын аштып, төсегінен дөмекшітетұғын мен. Сүйемнің басында боспақ менің ісім болса, мен жүрекке тапсырдым. Жүрекке бердім, барлығын бердім. Мойын неткен көз осыдан артық дейсің бе? Қалайша біткен япырмай, мұрныңыз бен жүніңіз, періштенің үнінде деп ойлаймын үніңіз. Жаман үйде жалғызшау, өзі кедей күңіренді, өзі көрген байлардың мінезінен жиренді, өзіне өзі сөйлейді, сөйлегенде не дейді, обал жоқ оспайларға мал қызығын көрмеген. 15 жасқа толғанда әкесі оған қазақтың ұлы билерінің бірі Қаз дауысты Қазбек бидің шөбересі Алшынбай бидің 17 жасар қызы Ділдан алып береді. Сөйтіп Құнанбай арғын жұртының ең ықпалды руының Қаракесек елімен жеті атасынан бері билік үзілмеген Қара көкті Құн Қаз дауысты Қазбек бидің әулетімен құда болысу арқылы соңғы жылдары жалаңаштана бастаған іргесін бекітті. Осылайша Абайдың нағашылары енді оның қайын жұртына айналды. Әкелер тарапынан жүзеге асырылған құдалық Абайдың жас жүрегіне тағы бір жазылмас жараны салғандай болды. Өткеннің тоғжанды есіне түсіруі. Таң атқан, бауыра көрсек масқара болармыз. Бағынбеңіз, барыңыз енді. Әлімше мен де ұялып, білдірмейін дедім есімде. Шыдайын, киіп мен жан, айында болмады көріп. Сөзі орамды әр түрі жат, және депті, және рас. Жас жүректің толқыныңды жаз алтысын толтырып. Кешімізді қорытындылай келе, Абай ұлтымыздың ұлы перзенті
хакім абай өз заманынан озат туған адам. Ақынның терең ойлары мен асыл сөздері кеше де бүгінде де келешек заманда да гауһардай жарқырап, көз ашық көкіректерге нұр болып құйыла берері хақ. Бүгінгі кештен өз басым осы кештен өте үлкен әсер алдымшы. Күнделікті біз жыл бойы абайды әрине біз айтып жүреміз. Колледждің директоры Жәмила Нұрғалиевнаның бастамасымен қазір біздің үзілістерімізде соғылатын қоңыраудың өзі абай әндерімен соғылып тұр.